Қалай сіз еңлік көңілгеңіз қалай? Ернар соңғы еңліктің жүктеген бейне жазбасын көрген шығар. Кім? Ернар? Ернар көрді? Көңілден шықты ма? Несі? Бейне баяны ма? Иә, бейне баян. Бұл кісі жанында жүріп Қолдау көрсетті. жанында жүріп өзі қарап жүрді. Қолдау бермейді. Екеуіңіз жүріп кетсеңіздер, сондай болуы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Ал, айтыңыз. Өзіңіз ухаживать етіп жүрген қыздардан ақша Мен сұрамаймын, жоқ? сұрамайсыз. Болған бір рет сұрағандар бердім. Тағы бір қыз болған, бұрын бір танысым ертесі күні бере тұрныш бір жерде отырады, ол кезде бермеді. Ол кезде бермейсіз. Ертесі сұрастырайсыз. Өзіңіз жақсы көріп жүрген, көңіл білдіріп жүрген қыздардан алмайсыз ақша. Ақалар. Талай ағаң үйде отыр. Ой, талай аға деген жеңгелерің үйде отыр дегендей ғой. Мен ағаларым көп қой. Иә. Сіз туған күнге бардыңыз, бармадыңыз? Сізден ақша сұрайтын жігіттер бар, жоқ? Бар. Сіз ақша бересіз, жоқ? Қарызға болсын береді. Бірақ енді кейбіреу болды қайтармай кеткендер, но мен андай нетпеймін. Ақшамды қайтар деп отырмаймын мен. Ұяты білсе берсін, ұяты білмесе бермей қойсын. Бекзат, сен жалпы махаббатқа қаншалықты тұрақтысың? Махаббатыма өте қатты тұрақтымын негізі. Бір жоқ дегеннен кейін сен де раньше Иә, ол мәселе бойынша мен бір күресу болмайды ма? Қыздардан жүгіре бергім келмейді мен. Жоқ еді, значит жоқ мен. Сондай принциптен. енді жаңа танысып бастаймын, жаңа үміткер келіп жатыр. Қуаныштымын. Жалпы диплом тақырыбы болып жатыр ғой. Сен өзің қай оқу орнын бітірдің және мамандығың қандай? Мен медколледж, средний специальный ғой. Фельдшер мамандығына бітірген, бірақ қазір Бәсе? Жаңа сіз айтып түсінбей қалдық та біз. Мен жаңа Қыздардан ақша аламын деген. Иә. Енді достарым бар еді, аламын. Иә, сіз достар деп ойлап қалдыңыз, иә? Сіз той жүргізеді екенсіз. Бұрыннан басқарам емес. Иә, біз мысалы соны білмеппіз. Енді біліп отырсыздар ғой. Иә, Ақын ашылып жатыр. солай. қазір ол бойынша жұмыс істемеймін. Потому что мен өзім болашағымды ол жақтан мүлде көрмеймін. Мен енді спорт жағына Ата-ананың ықпалымен түстің бе ол мамандыққа, әлде өз екі жақтан да жақсы көріп? ата-анам да кішкене қалау болды, өзімнен де кішкене Өзің жақсы көретін мамандыққа мен ойда бар ма? жақсы көретін мамандыққа негізі басына түскен болатын, одан кейін ол мамандық маған керек емес екенін де түсіндім. Қандай мамандық? Негізі бірінші мен неге түскем? Футболдан тренер ретінде.